Құрметті әріптестер, бұл біздің ТЖБ жұмысын ұйымдастырудағы екінші видеомыз. Енді екінші тапсырмаға кеттік. Екінші тапсырманың берілгені. Сәйкестендіру тапсырмасын орында дұрыс жауабын белгісімен көрсет, яғни міне бағыт белгісін көрсеттік, міне тұр. Кестенің төменгі бөлігіндегі сөйлемге өз пікіріңді білдір, өлең толғау түрінде. Енді тапсырманың екінші тапсырма қай мақсатқа негізделген? Оны анықтау үшін мынаған назар аударыңыздар. 11.4.1 мақсаты, оқу бағдарламасындағы мақсат негізінде көгілдірмен берілген көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Яғни біздің екінші тапсырмамыз осыған негізделген. Шығармашылық жұмыста қалай қолданады оқушы? Яғни ол сәйкестендіру тапсырмасын орындайды. Мен жаңа жоғарыда айтып өттім, сәйкестендіру тесті ол бізде тапсырманың жабық түріне жатады. Енді бұл жерде кестенің төменгі бөлігінде сөйлемге өз пікіріңді білдір, ой, өлең толғау ретінде. Көрдіңіздер ме? Бұл шығармашылықпен, оқушының шығармашылықпен айналысуға жетелейтін тапсырмалардың бірі. Міне қалың елім қазағым, қайран жұртым, абай жастарды тәрбиелеу мәселесі, патша өкілдерінің байларды сүйіп, кедейлерді кері теуіп қара. Мына жерде 3 өлең берілген, Абайдың 3 өлеңі берілген. 2 өлеңі және 1 қара сөзінен үзінді берілген. Осы жердегі мына сәйкестендіруді табу арқылы дұрыс жауабын көрсетеді. Яғни осы өткен тақырып бойынша біз оқушылардың Абай өлеңдері мен қара сөздерін жетік білетінін түсінеміз. Енді өткеннің өнегесі бүгінгі баға жетпес байлығы екендігін естен шығармай, терең зерделеу арқылы мәңгілік ел бола алатынымыз хақ. Енді осы жерде ұлттық құндылық жобасы аясында Алматы қалашық саясат басқармасы тапсырмасымен орындалған орындаушы педагогикалық ғылымдар академиясы КАС Тенгриньюс KZ сайтынан алынған екен. Енді қараңыздар, осы жерде мына тақырып төңірегінде төменгі бөлігінде сөйлемге өз пікіріңді білдір. Өткеннің өнегесі бүгінгінің баға жетпес байлығы екендігін естен шығармай, мәдениетіміздің терең зерделеу арқылы мәңгілік ел бола алатынымыз хақ дейді. Осы жерде мәңгілік ел идеясы туралы өзінің оқушы өз ойын пікір ретінде білдіре алады. Немесе өлең, ой толғау ретінде білдіре алады. Немесе өлең шығарып жазуына болады. Бұл сонда біздің екінші тапсырма бойынша біздің мына бір көгілдірмен көрсетіліп тұрған оқу мақсатымыз орындалып тұр. Келесі кеттік тапсырма. Мына жерге оқушы өз ойын жазады. Келесі екінші бөлім бойынша тапсырма 3, атадан 6, анадан 4. Жалпы біз ТЖБ жұмысын құрастырған кезде біз жалпы бөлімдерге тоқталамыз. Сол бөлімдерге тоқталу арқылы біз мында екінші бөлім деп айттық. Екінші бөлімде бізде атадан 6, анадан 4 жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным деген жолдардағы ақын бейнесін, ішкі сезім толғанысын көрсет дейді. Біз үшінші тапсырманы алдық. Біз оны қандай мақсатқа негіздеп алдық? Бұл тапсырманы біз ұлттық құндылықтар маңыздылығын контексттермен үндестіру деген тақырыпқа негіздеп алдық. Яғни бұл жерде оқушы өзінің ақын бейнесінің ішкі сезімін толғанысын көрсету үшін не істейді? Өзінің ойын жазады. Кеттік ары қарай. Үшінші тапсырма кетті. Төртінші тапсырма. Өлең жолдарындағы астарлы ойды анықтап, көркемдегіш құралдардың қолданысын анықта. Кәмшат бөрік, ақтамақ, қара қасты. Кәмшат қара, сұлу, бұраң, бел, бойы сұлу, түзу аяқ. Жерге оқушы осы сөздердің қандай көркемдегіш құралдарға жататынын, көркемдегіш құралдар болатынын табады. Енді 5-ші тапсырма.
Адамзат тірлікте дәулет білмек, ақыл таппақ, мал таппақ, адал жүрмек дейді ұлы Абай атамыз. Өлең жолдарында көтерілген мәселеге сәйкес өз ойыңды шығармашылықпен жеткіз. Ой толғау өлең түрінде. 3-ші бөлім бойынша тапсырма. Нөмір 6. Ескендір поэмасында Ескендір патша образын тарихтағы Александр Македонский бейнесіне салыстыра отырып кейіпкерге баға береді. 6-шы тапсырмада бізде қандай мақсат қойылған, соған назар аударайық. 6-шы тапсырмада автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау деген мына мақсатқа негізделген екен. Сонда көрдіңіздер ме, бәрі үндесіп тұру керек. Бәрі бір-бірімен байланысып тұру керек. Міне, 6-шы тапсырмамыз қайда? Міне. Міне. 3-ші бөлім, 6-шы тапсырма. Александр Македонский, Ескендір патша, да Александр Македонский, менің пікірім, ұқсастығы неде, айырмашылығы неде жазып шығады оқушы. Одан кейін біз назар аударатынымыз бал қою кестесі. Бал қою кестесі бұл міндетті түрде ТЖБ жұмысының соңында жүреді. Бұл жерде бал қою кестесінде дұрыс тапсырманың дұрыс жауаптары ұсынылады, шығарманың жанрын нақты табады. Міне біз жоғарыда айттық қой, оған қосымша 5 балл беріледі. 5 балл беріледі. Шығарманың жанр табиғатты суреттеп жазады, сауатты жазады 1-1 балдан. Сәйкестендіру тапсырмасын дұрыс орындайды 1-1 балдан, бәрін қосқанда 5. Өлең жолдарында көтерілген мәселені анықтайды, ақынның ішкі сезім толғанысын табады, сауатты жазады, өз пікірін еркін түрде жеткізеді, оған 10 балл. Яғни біз жаңағы бөлген әр тапсырмамызға осындай 1-1 балдан береміз. Барлығын санағанда жалпы қорытынды балл шығу керек. Мысалға, сауатты жазады, көтерілген мәселе талдау жасай алады, шығармада көтерілген мәселені анықтайды, кейіпкерлерге баға береді, Ескендір патша образына, Македонскийдің образына ұқсастығын табады, айырмашылығын табады, ойын нақты жазады, сауатты жазады. Яғни жазылым дағдысы болғаннан кейін оқушының орфографиялық заңдылықтарды сақтай отырып жазуы міндетті түрде мына неге бал қою кестесіне есептелу керек. Бағалау критерийлерінің бірі болып табылу керек. Дескриптордың бірі болып табылу керек. Назарларыңызға рахмет. Менің ойымша сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді өте қиын, өз түсінігіңді жеткізу. Әлі талай нәрсені айтуға болады, оны келесі видеоларда айтып көрсетемін. Сау саламатта болыңыздар. Әлі бізде уақыт бар екен, дегенмен де. Әлі бізде 2 минут бар екен. Олай болатын болса, 2 минуттың ішінде біз мынаны түсіндіріп өтейін сіздерге. Бал қою кестесі қалай жүзеге асады? Мына жерде жауаптары кетеді бірінші міне. Сіздер үлгісін сұрасаңыздар, жалпы кез келген тапсырманы орындау барысында шығармашылықпен назар аударсаңыздар, шығармашылықпен қарасаңыздар, бұның бәрін орындауға болады. Осы біз жасаған жұмыстың әрине кемшілігі жоқ деп айтпаймын. Мүмкін қазір көріп отырып сіздер кемшілігі бар екенін байқап отырған шығарсыздар, кейбір жерде кемшіліксіз болмайды. Әр жұмысты орындау барысында ол мұғалімнің кәсіби біліктілігіне және оқушы таңдап алған тапсырманы беретін оқушысының жас ерекшелігіне және сол оқушының біліміне негізделіп жасалынады. Мысалы, кластағы контингенттегі, кластағы сыныптағы оқушылардың білім деңгейі біркелкі емес. Сондықтан да осы бір талапты қою кезінде мына Блум таксономиясына негізделген оқу тапсырмаларды әзірлеуді басты назарға алыңыздар. Себебі жаңағы спиральды білім беру негізінде төменнен жоғарыға даму үшін де бірнеше сатыдан өткізу керек екенін ұмытпаңыздар. Спиральды білім беруді өздеріңіз түсінесіздер. Жалпы жаңартылған білім беру мазмұнында осылай біз оқушылардың білімін тексере отырып, кері байланыс беріп, ата-аналармен балаларының даму деңгейі туралы жалпы талқылау жұмыстарын жүргізуімізге, өзіміз сол жұмыстың негізінде жұмыс жасауымызға көп оқушының білімін дамытуда көп көмегі бар екенін айтқым келіп отыр. Назарларыңызға рахмет.